Қазақстан Республикасының ішкі істер министріне. Құрметті Ержан Сапарбекұлы. Бүгінгі депутаттық сауалым тәуелсіз Қазақстанның заңын аттап өтіп, азаматтарымыздың қауіпсіздігін қапер келмей, өзінің қуанышын өзгенің қайғысына айналдыра жаздаған тентектердің тірлігімен, өзінің мүлкін өзгенің өмірінен биік қоятындардың әрекеті хақында. Кеше ғана Атырау қаласында қапыда қарапайым азамат қаза тапты. Базарда екі адамның арасындағы басталған кикілжің барысында 60-қа таяған ағаның аяусыз соққының астында қалғанын бейне жазбадан көрдік. Жұрт жағасын ұстады. Бірнеше мәрте соққы алған азамат ақырында ес-түссіз құлап жан тапсырған. Кикілжің марқұмның екінші адамның көлігін сырып кеткеннен басталған дейді куәгерлер. Бұл не сұмдық? Сонда темірдің құны адамның құнынан артық па? Құқық қорғау органдары бұл жағдайға қатысты әділ тергеу өткізіп, айыптының заңға сай тиісті жазасын алуын қадағалау керек. Тағы бір қорқытқаны, 60-қа таяған азаматты аяусыз сабап жатқанын көзімен көріп, бірақ әрекетсіз тұрған адамдардың бейғамдығы. Араша түскенде адам аман қалар ма еді? Бұл да қаперге алатын жайт. Өкінішке орай елімізде мұндай бассыздыққа баратындардың саны артпаса азайған жоқ. Өткенде де Қарағандыда дәл осындай бұзақы жедел жәрдем қызметкерін сабап тастаған еді. Қазақ біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді дейді. Өкінішке орай тойып секіріп, ақшаның буы ұрғандар өздерін өзгелерден биік қоятын ауруға шалдыққан. Мұның бір ғана емі бар, ол қатаң жаза ғана. Нақты мысал, күні кеше ғана Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында болды. Үйлену тойының құрметіне серуенге шыққандар автоматпен тапаншадан оң-сол оқ жаудырып, қаруды кезекпен алып, оқ атып қызық қуған. Онысын абырой көріп, видео фотосын әлеуметтік желіге жүктеген. Бұл дегеніңіз тәуелсіз елдің заңын елемеудің, жазасыз қалатындарына сенімді болудың көпе-көрнеу көрініс емес пе? Ауылдың ортасында тоқтаусыз атылған оқтан үрейленген халықтың көңілі қазір көпті. Себебі сізбен біздің ата-әжеміз, ата-анамыз, бала-шағамыз, бауырларымыз, отандастарымыз жүретін көшеде қызық қуып оқ жаудыруға кім рұқсат берді? Тағы бір сұрақ. Ойсыз оқ атқандар автоматпен тапаншаны қайдан алған? Әлде оларға заң, құқықтық тәртіп жүрмей ме? Бұл желіккен жастардың жай ғана бұзақылық емес, мемлекеттік тәртіпке, заңға ашық қарсылығы. Халықтан, елдің ішкі қауіпсіздігі мен қоғам тыныштығына жауапты құқық қорғау органдарынан еш айылын жемай, ал не істеп аласың деп дөң айбат көрсетуі. Айтпақшы, азаматтардың өмірін қатерге тігіп, ауылдың ортасында оқ атқандар бейне камераға қарап, кешірім сұрап жазадан құтылып кетпеу керек. Мұндай тәсілден елдің әбден ығыры шықты. Жаман әдет жұққыш келеді. Ертең бұларға еліктеушілер шығып, атыс ұйымдастырса не болмақ? Сол себепті бұл заң бұзушыларға қатысты заңға сәйкес шара қолдану процесі көпке жария түрде жүруі тиіс. Өздеріңіз білетіндей, аз күнде орта мектеп түлектері, түрлі оқу орындарының бітірушілері аттестат, диплом алу кештерін жаппай атап өтеді. Сол кезде де отшашу жасап, автокөлікпен жарысып жастарымыз апатқа ұшырап, жазым болмау үшін барлық жағдай жасау керек. Түлектермен, ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деген Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі бәріміздің қаперімізде болуы тиіс. Осы тұрғыда жауапты органдарға келесі шараларды қолға алуды ұсынамын. Бірінші, прокуратура, сот тергеу орындары Атырау қаласы мен Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Түрген ауылында болған оқиғаларды саралап, оған қатысты бар азаматтарға қатаң заңға сай жаза кесу керек. Екінші, ішкі істер министрлігі қарапайым азаматтардың қолындағы қару-жараққа инвентаризация жүргізіп, олардың заңға сәйкес келмейтіндерін тәркілеу қажет. Және осы саланы реттейтін нормативті құқықтық актілерді қатаңдату керек. Үшінші, ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіпті сақтау шараларын күшейтіп, алда өтетін түлектердің кештерінде де заңсыздық орын алмау үшін рейдтер жүргізуі қажет. Құрметпен, Аманат партиясы фракциясының мүшелері.